өзіңе кез келгенде айтпақ болып жүрген сөзім бар еді. Соны айтайын. Құлағым сізде, әке. Сенің бойыңда үш үлкен менің бар. Ең әуелі, сен жұрттың бәрімен күліп сөйлейсің. Жайдақ су сияқтысың. Жайдақ суда итте құс та жалайды. Кісіге қадірің болмайды. Екіншісі, көрінгенмен жақын боласың. Кісі талғамайтын желбегей жүрген кісінің қасына ел үйірілмейді. Ел алатын қылық ол емес. Үшінші мінің. Орысшылсың. Я балам, орысшылсың. Орыстың дұшпандығын ұмытасың. Әке, қолында құралы бар, бірен саранға ғана тиетін Шыңыраудағы судан қой шұғылаң жарлы жақбайдың бәріне пайдасы тиетін Жайдақ суды артық деп білем. Екіншіңізге айтарым, қазақ ескі заманда бір қора қой сияқты болған. Бір қора қойды жалғыз қойшы, шайт десе өргізіп, айт десе жайлдатын болған. Бертін келе ел түйе сияқты болды. Шетіне тастап, шөк деп дауыстаған уақыттаған аңырайып барып етін бұратын. Ал енді әке, біздің заманымыз әйел жылқы тәрізді болды. Мұны аққар көк мұзда етегін төсек, жеңін жастық қылуға шыдаған жылқышы ғана бағалады. Еңбек сіңірген адам ғана ие боп басшы бола алады. Орысшылсың дейсіз. Егер өнер білімді үйренуден қашсақ, ол надандық болар, әке. Ал жақсылық болмас. Мен өнер білімі үшін ғана орысшылмын. Құнанбай жас Абайды шу дегеннен ауыр жұмысқа салмайды. Барып кел, айтып келден бастап, баласының өз тапсырмасын қалай орындауын бақылап, ойындағыдай нәтиже беретіне көзі жеткен соң, өзі шешетін ірі дау қиын тартыс, аңдысып айтысып арбасып отыратын. Келелі кеңеске бірге ертіп барып, бөлтірігін қозы жеуге үйреткен қасқырдай баулып, әдіс тәсілге көзін қандырып бойын үйретеді. Өзі басқарып отырған ұлықтық жұмыстарына қатыстырады. Әрхам Кәкітайұлы. Мен абырой атағалу үшін ең алдымен адалдық керек. Ешкімді ала көрмей. Адалына болысу. Кемтарға жәрдемдесу керек дегенді ертеден ойыма бекіттім. Мен жасымда Алладан былай тіледім. Маған бақ бер. Бақ берсең дәулет бер. Әкімшілікті бер. Бірақ елді өзіме қаратып алғанша, істеген жаман қылықтарымды кеш. Ол тілектерімді беріп, кемеліме келгеннен кейін, берген дәулетіңді, берген бағыңды, берген әкімшілігіңді орнына жұмсай алмайтын болсам, екі аяқтының сорлы сығыл дедім. Елді бетіме қаратқан соң, қателік кетпесе, адам баласын жылатқан емеспін. Бірақ менің аяғымнан жағыма кім жармасты? Өзімнің жақындарым жармасты. Менің беделімді кім түсірді? Өзімнің жақындарым түсірді. Жау сырттан келмейді. Іштен келеді болам. Ол менің жақындарым. Мен бала-шағама, туысқандарыма татулықты, жақындықты тілемедім. Тілесем, оны да беретін еді. Мен көргендей жағдай басыңа туса, ол міндетті түрде келеді. Жетім жесірге, жаман жәутікке, адалға, момынға жәрдем ет балам. Осы менің айтпағым.